Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, сіздермен мен Айдана Асылқызы. Шынында да қарыз бен кредиттен құтылғыңыз келсе, бұл медитацияны күніге жасағаныңыз жөн. Ыңғайланып отырып алыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Тереңнен дем алыңыз. Және тағы бір рет тереңнен деміңізді алып, деміңізді шығарыңыз. Ең бірінші әлемге сіздің барлық қарыздарыңыз үшін рахмет айтайық. Ол қарыздар сізге не үшін қажет болды? Мүмкін сіздің қандай да бір қажеттілігіңізді жапқан шығар. Мүмкін ол қарыздар сізге қандай да бір сабақ беріп жатқан шығар. Мүмкін қарызыңыздың арқасында сіз даму жолында шығарсыз. Мүмкін қарызыңыз сізге өз жұмысыңызды ауыстыру үшін, немесе өз бизнесіңізді бастау үшін қажет болған шығар. Қарыз бен кредиттеріңіздің сіздің өміріңізде бар болғаны үшін рахмет айтайық. Осы жолда ол бізге қажет болды. Ал бүгін сіз өз қарыздарыңызды өз өміріңізден кетуіне рұқсат етесіз. Аспанға қараңызшы. Елестетіңіз. Аспан қандай тап-таза тұнық, көгілдір. Сол аспанда сіздің бетіңізге жарқырап күн түсіп тұр. Жып-жылы, аппақ, шуағын тура сіздің көзіңізге түсіріп тұр. Сол шуаққа, жарыққа қараңызшы, жап-жарық, жып-жылы, аппақ шуақ. Ал қазір сіздің бар қарызыңызды есіңізге түсіріңіз. Қарыздарыңыздың барлық суммасын есіңізге түсіріңіз. Сол сумманы көз алдыңызда елестетіңіз. Және осы сәтте аспаннан ақша жауа бастайды. Ақша қарша жауып, құстай ұшып жатыр. Шексіз ақша потогы аспаннан құйылып жатыр. Әлемде ақша бәріне және барлық нәрсеге жетеді. Сіздің кез келген қалауыңыз орындалады. Енді сіз ақырындап қағаз ақшаларды жинай бастаңыз. Сабыр сақтаңыз, қызғанудың қажеті жоқ. Тек қана осы сәттен ләззат алыңыз. Ақша барлық жерде, сіздің бетіңізде, қолыңызда, қалықтап қонып жатыр. Және сіз нақты өзіңізге қажетті сумманы жинап жатырсыз. Қарызыңызға қанша керек, дәл сол сумманы жинадыңыз. Елестетіңіз. Сол сумманы әмияныңызға, немесе сөмкеңізге әдемілеп салып жатырсыз. Мүмкін ол сумма өте үлкен және ол үшін сізге дорба керек шығар.
ал мүмкін ол ақшаны сіз қалтаңызға саларсыз. Енді сіз сол ақшаны санап бастадыңыз. Қолыңыздағы ақшаны сезініңіз. Сезіміңіз қандай? Ақшаның шытырлаған дауысын сезініңіз. Нақты өзіңіздің қажет суммаңызды алып, бума-бумасымен қарыздарыңызға бөліп қойсаңыз болады. Міне, мына бума несиеңізге, мына бума қарызыңызға. Қазір біз ақшаны тек қана қарызға жинап жатырмыз. Сізге қажет сумманы жинап санау үшін біршама уақыт берейін. Ал енді елестетіңіз. Сіз банкоматтың алдында тұрсыз. Ол банкомат арқылы сіз өз кредитіңізді жаба аласыз. Елестетіңіз. Дәл қазір ақшаны счетқа саласыз. Елестетіңіз, банкоматтың түсі қандай? Қандай банктың банкоматы, тұрған жері қай жер? Дәл қазір сіз иін цифраларын немесе картаңызды салып, ақшаны, яғни несиеңізді жаба бастадыңыз. Ақшаны банкоматқа бір-бірлеп салып жатырсыз. Мүмкін сізге ұзақтау уақыт керек шығар. Себебі қарызыңыздың көлемі үлкен болуы мүмкін. Немесе бумасымен банкоматқа сала алып жатырсыз. Енді елестетіңіз. Банкоматтың экранында қарызыңыздың 0 теңге деген жазуды көрсетіп тұр. Елестетіңізші, банкомат экранында енді сіздің қарызыңыз 0 теңге деп тұр. Ол сіздің ипотекаңыздың қарызы болуы мүмкін. Немесе көлігіңіздің, немесе кредит картаңыздың қарызы болған болуы мүмкін. Ең бастысы, қарызыңыздың 0 теңге деген жазуын көру. Егер сіз қарызыңызды қандай да бір адамнан алған болсаңыз, сол адамды елестетіңіз. Сол адамға сізге көмектескені үшін алғыс айтыңыз. Сіз қарыз болған адамға қолыңыздағы ақшаны беріңіз. Саған рахмет деп айтыңыз. Ал енді Алла тағалаға осы тәжірибе үшін, осы алған сабағымыз үшін алғыс айтайық. Енді сіз жаныңыз тыныш өмір сүре аласыз. Осы сезімді жан тәніңізбен сезініңізші. Сіздің жаныңыз тыныш. Енді сіз ақшаңызды өз қажеттілігіңізге оңай жарата аласыз.
Енді көзіңізді ашып, бүгінгі күнді жеңілдікпен өткізсеңіз болады.